Күнлердің бірінде Тәңірі барлық тірі жанды жинап, әр біріне қанша өмір беруді белгілеуге қарар етіпті. Бірінші болып адамды қасына шақырып: сен адамзат жүді ондай дәрежеде ірі емессің, сол себеплі саған 20 жыл жетеді депті. Жүді аз ғой деп ойлапты адам. Лекін наразылық білдіруді орынсыз біліп, үндемей бір шетке өтіп тұрыпты. Тәңірі болса атқа қарай: сен үлкен ірісең, соның ұшында сен ұзағырақ жасауың керек. Саған 40 жыллық өмір сый етемен депті. Бұнан есеңгіреп қалған ат сондай депті. 40 жыл мойынтырық тағып, пәзіне айдап, арба тартып, оның үстіне қамшыдан азапланып жүремен бе? Маған 20 жылда жетеді. Қалғанын адамға берейік, оған көбірек керек. Кезек сиырға жетіпті. Ол да өзіне 40 жыл жатылғанын естіп, есеңгіреп, ярым өмірін адамға сый етуді ұсыныс етіпті. Тәңірі бұған да разы болып, қасына итті шақыртыпты, һәм оған 30 жыл беруін айтыпты. Жоғай, сонша жыл шын жерде отырып, танымай толыларға үріп, сүйек кеміріп жатаман ба? Маған 15 жылда жетеді. Қалғанын адамға бере қойың деп өз пікірін білдіріпті көпек. Кейіннен 20 жыллық өмір ұсынысын алған пышық та тышқанды қуып жасау үшін 10 жыл жеткілікті екенін айтып, қалғанын инсанға беруін айтыпты. Солай етіп, адамзат өмір сүре басылапты. Дәслеп өзінің 20 жылын жасап, ғам уайым һәм қиыншылық нелігін білмепті. Кейіннен аттың 20 жыллық дәуірі келіп, тап ат сияқлы тынбай минет етіпті. Үй, жұмыс һәм шаңырақтың арбасын тартуына туры келіпті. Кейінгі сиырдың 20 жылы мүддеті жеткенде, перзент, ақлық һәм жақын кісілер адамды сауды басылапты. Һәмме одан пайда алуға ұрынар екен. Иттің берген 15 жылы кіріп келіп, инсан өз шаңырағында отырып, үй қарауыллар, ақлықларын ойнатып, оларға ғамқорлық қылуменен шұғылданыпты. Ақыр ақыбетте пышықтың берген өмірі жеткенде, кімдір оның басын сипап, күтім етсе, өкініштісі кімдір үйден көшеге қуып салар екен.